Қыздар, қайырлы кеш. Бүгін тауықтан асылған бәліш жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші қамырын жасауға кірісейік. Ең алдымен жұмыртқамызды, ерітілген сары майымызды саламыз. Кейін қаймағымызды саламыз. Кішкене тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды өлшеп, еректен өткізіп аламыз. Қыздар, мен рецептінің барлығын видеоның описаниясына жазып кететін боламын. Енді осы ұнның үстіне бір шай қасық ұн қопсытқышымызды салып, тағы да араластырамыз. Қамырымыздың барлығын салып тастамай, аз-аздан 2-3 бөлікте салып тұрсаңыздар болады. Сол кезде қамырыңыз жұмсақ болып тұрады. Қолыңыз ластанбау үшін ең алдымен лопатканың көмегімен, одан кейін барып қолмен ересеңіздер болады. Қамыр осылай жұмсақ болып шықты. Енді начинкасын жасауға кірісейік. Тауықтың төс етін осы видеодағыдай турап аласыздар. Осылай кубик қылып турап аламыз. Енді 2 картошка мен 2 пиязымызды да дәл солай турап алатын боламыз. Бұрыш саламыз, одан кейін тұз саламыз. Және өзіңізге ұнаған приправаларыңызды салсаңыздар болады. Және начинка сочный болу үшін біреулер майонез де қосады екен. Енді өздеріңіз білесіздер оны. Енді бағанағы қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Тең қылып бөлмейміз, біреуі үлкен, біреуін кішкентай қылып бөлеміз. Астына жаятын қамырды үлкен бөлікке бөлеміз. Енді осыны жайып шығамыз. Енді қамырдың үстіңгі жағын, яғни бағана кішкентай қамырымызды да ереп алатын боламыз, дайындап қоямыз. Салмасын саламыз. Жан жақтарының барлығын тиетіндей қылып жайып шығамыз. Мен осылай сары майды салдым, сочный болу үшін. Және бетін жауып шығамыз. Енді осы видеодағыдай өріп аламыз, яғни 2 саусағымызды осылай видеодағыдай жан жақтарымен қысып, әдемі қылып өреміз. Ортасына осылай саусағыңызбен немесе пышақпен бөліп аласыз. Одан кейін пары шығу үшін осылай шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Бетіне тімен сеуіп шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.